Сәлем достар, сіздермен бірге Казблокнет арнасы. Бүгінгі видеода қорқынышты әрі құпия суреттерді көрсететін боламыз. Ендеше видеоны бастаймыз. Көптеген адамдар қорқынышты фильм кейіпкерлерін жақсы біледі. Мысал үшін Джейсон немесе Майкл Майерс. Алайда ең танымал кейіпкер Фредди Крюгер. Мына суретте 3 бала көрсетілген. Суреттің артындағы кім екен? Фредди Крюгерге өте ұқсайтын еркек бір жаққа қорқынышты түрде қарап тұр. Мына суретті кішкентай қыз салған. Сол жағындағы қыздың өзі, оң жағындағы қыздың өзі ойлап тапқан құрбысы Лиза. Қыз бұл суретті ата-анасы үшін салған. Бұл Лиза, бұл менің құрбым. Менің ата-анам оны көрмейді. Сол себепті оны ойлап табылған құрбы деп есептейді. Лиза жақсы құрбы деп жазған. Лизаны көріп жақсы дос деп айта алмайсыз. Оның көзі, аузы, қолы, кеудесі қанға боялған. Егер де сіздің қызыңыз дәл сондай сурет салса, сіз де таңғалған болар едіңіз. Мына бір сурет өте біртүрлі. Онда біз сауда орталығындағы автоматтың фильмді көріп жатқан қызды көріп тұрмыз. Оның басы түсініксіз жағдайда артқа сұмдық иіліп тұр. Біреулер қызды шайтанның әсерінде екенін айтқан. Суреттің шын екені және қандай түрде алынғаны жөнінде ақпарат жоқ. Үйлену тойында жасалған сурет. Біз барлық қонақтар көрсетілген суретті көрудеміз. Бір көргенде жай ғана сурет. Екі жұп некелесіп жатқан кезде олардың артынан бір түрлі киімдегі адамдар тұр. Олардың барлығы 2 жас пен қонақтарды бақылап тұр. Бұл суретте ерекше түрде тігілген қолғап. Оның материалы қарапайым емес. Ол адам терісінен тігілген. Бұл қолғапты маньяк Эд Грин өз құрбандарының терісінен тіккен. Бұл суретте біз қырылып кеткен қабырғаны көрудеміз. Бұл Освенцим лагеріндегі қабырға. Бұл бөлме шомылу бөлмесі болған. Және бұл жерге тұтқындарды жуындыру үшін алып кірген. Тұтқындардың киімін шешіп алған. Және душ орнына тұтқындарға баяу әсер ететін у берген. Бұндай жағдайда адамдардың өзін қалай сезінгенін ойлаудың өзі қиын. Қырылып кеткен бұл қабырғаны көріп, қандай жауыздық болғанын көре аламыз. Бұл сурет өзінің дәрменсіздігімен адамды қорқытады. Онда біз қақпаға түсіп қалған 2 адамды көреміз. Жел түтігінде өрт шыққан. Олар өзінің дәрменсіздігін түсініп, бірнеше минуттан соң өлулерін түсінген. Және бұл жағдайда ештеңе жасай алмаған. Бұл суретті бір көргеннен суретте бірдеңе дұрыс емес екендігін көреміз. Суреттегі қыз фотографтан қорқуда, және ол анық көрсетілген. Суретті сериялық қылмыскер Роберт түсірген. Ол қызды ұрлап кеткен. Қыз 14 жастағы Уэйд Уолтерс еді. Қыз қаза тапқан. Алайда қылмыскер қыздың жасын қырқып, суреттегі киімдерді кигізген. Бұл қылмыскер 1989-90 жылдарда 50-ден астам әйелді зорлап және қинап өлтірген деп айыпталған. Алайда оның 3-еуі ғана дәлелденген. Бір көргеннен бұл сурет қорқынышты. Баспалдақ алдындағы бала суретке түспекші болып тұр. Алайда сурет анық түспеген. Бұл суреттің қорқынышты жағы түсініксіз оқиғалармен танымал үйде түсірілген. Түсіру кезінде үйде балалар болмаған және баспалдақ алдында ешкім көрінбеген. Жас жігіттердің қарапайым суреті, алайда олар орманда және айнала тұманмен қапталған. Оның өзі қорқынышты фильмдердің сценарийін еске түсіреді. Егер де жақсылап қарасаңыз, алыста жігіттерді бақылап тұрған адамды көре аламыз. Бұл адамды қорқыныш оятады. Мына бір кадр қорқынышты фильмнен алынған болып көрінеді. Алайда бұл кадр неміс отбасыларының бірінің балалар бөлмесіне орнатқан күзету камерасынан алынған. Сол суреттен соң суреттегі 3 жастағы бала жұмбақ жағдайда қаза тапқан.
Көпшілік бұл суретті Жапониядағы шоуда суретке түсірілгенін айтқан. Қыздың басы ерекше қайырылғаны және оның бет бейнесі көптеген адамды қорқытып жібереді. Сурет интернет желісінде тарап кеткен соң оның өтірік екендігі анықталды және шынайы сурет табылды. Достар, видео қызықты болса арнамызға тіркеліп лайк басып кетіңдер. Бұл Казблог Нет арнасы. Сау болыңдар.